Қанша жуан болса да, жалғыз ағаш үй болмас. Қанша жақсы болса да, жалғыз жігіт би болмас. Армысыз көрермен, эфирде Шырайлы шаһар бағдарламасы. Сіздермен бірге Серік Жұмабек. Бүгін біз Шымкент қаласының өкпесіне айналған дендрологиялық саябақта және жануарлар әлемі хайуанаттар бағын аралайтын боламыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қалдарыңыз қалай? Аха, рахмет. Қазақстандағы ең үлкен дендросаябақты аралау құны бар жоғы 25 теңге. Бұл өте төмен баға. Яғни бір айлық есептік көрсеткіштің 0,1%. Иә, енді аралауға болады. Дендрологиялық саябақтың тарихы 1979 жылдан бастау алады. 117 гектар аумақты қамтыған алып саябақ кезінде қоқыс алаңы болған десе, сенер ме едіңіз? Қазір мұнда 200-ге жуық қызметкер жұмыс істейді. Таңғы сағат 6-дан бастап түнгі сағат 12-ге дейін қала тұрғындары мен қонақтары үшін есік ашық. Айтпақшы, мектеп жасына дейінгі балаларға және мектеп оқушыларына, студенттерге, соғыс ардагерлеріне, мүгедектерге және зейнеткерлерге жеңілдік қарастырылған, яғни тегін кіруіңізге болады. Өзінің алғашқы қалыптасу кезінде бұл жерде 560 түрлі ағаш әкеліп егілген. Бұл жерде жаңағы жай жапырақты, қылқан жапырақты, бұта өсімдіктері, гүлдер, жеміс ағаштардың түрлері жерсіндірілген. Қазіргі уақытта дендросаябақ аумағындағы жалпы бұта ағаштардың жалпы түрі 260 түрге жетті. Мынау байқап отқандайыңыздар, үлкен алып мәдени орман пайда болған екен, бұл жерде өзінің фаунасы да қалыптасты. Бұл жерде Сырдария қырғауылы өте көп. Мынау жай тиындар осы біздің орманда қалыптасты. Кептердің бірнеше түрі қалыптасты бұнда. Қояндар бар. Дендросаябақтың ортаңғы бөлігінде орналасқан мына көлдің аумағы 3 гектарды алып жатыр. Ең терең жері 8 метр. Мұнда 2000-ға жуық балық бар. 1000 теңге төлеп жарты сағатқа осындай қайықпен серуендеуге мүмкіндік аласыз. Ал кеттік. Саябақ аумағында ақылы қызмет көрсету жобасы да іске асырылған. Айталық фотосурет, катамаран, балалар батуты және балық аулау сынды тағы басқа түрлері бар. Одан бөлек қоғамдық тамақтану, қазақ және жапон үлгісіндегі беседкалар, балалар алаңы, аспалы жолдар мен спорттық алаңдар серуендеушілерге қолайлы жағдайда жасалған. Дендросаябақтағы қауіпсіздікті 7 бірдей бақылау күзету бекеттеріндегі 27 қарауыл қамтамасыз етеді. Сонымен қатар саябақ аумағында 17 бейне бақылау камерасы мен дабыл нүктесі және құлақтандыру жүйесі жұмыс істейді. Былтырғы мәліметпен салыстырғанда биыл туристік бағытта 2 есе бізге келуші келді. Және шетел азаматтарынан 15 делегация және 355 шетел азаматы келді. Және жақында ғана мынау біздің Чехияның парламент мәжілісінің төрағасы Вандрачек келіп, Эльдар Қарағайын отырғызып кетті. Негізінен қала қонақтары болсын, қаланың тұрғындары болсын, күнде таңертең таңғы 6-дан осында серуендеу, жүгіру, таза ауамен тыныс алу осы жерден басталады. Саябақ аумағында 0,3 гектарды құрайтын жылыжай салынған. Оған 32 түрлі сирек кездесетін ағаш бұталарының тұқымы себілген. Биылғы жылдың өзінде гендік қорды көбейту мақсатында 40 түрлі ағаштың, бұта мен гүлдің көшеттері жерсіндірілген. Дендросаябақтың жалпы ағаштардың орналасу бойынша 5 географиялық аймаққа бөлінген. Негізгі өсу елдеріне байланысты бірінші Орта Азия, Шығыс Азия, Европа, Қырым, Кавказ, сосын Солтүстік Америка. Пайдалану мақсаты бойынша 4 аймаққа бөлінеді. Бізде экспозициялық, ғылыми аймақ, шаруашылық аймақ және қоғамдық аймақ болып. Ғылыми аймақта осы біздің тұқымбақтарымыз, жылыжайларымыз орналасқан. Дендросаябақтың бір бөлігін алып жатқан мына аумақты құрметті қонақтар аллеясы деп атайтын. Бұл жерде елімізге белгілі тау тұлғалар мен құрметті азаматтардан бөлек шетел президенттері және делегацияларының өз қолымен отырғызған ағашын көруге болады. Біздің сол қапталымызда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өз қолымен отырғызған шынар ағашын көріп тұрмыз. 1992 жылы отырғызылған.
біз бүгін саябақ әкімшілігімен бірігіп, осы құрметті қонақтар аллеясына Шырайлы шаһар бағдарламасының ұжымының атынан ағаш отырғызу вақытына ие болайық деп тұрмыз. Міне, Елдар қарағай деп аталатын ағашымызды отырғызып болдық. Біз шығармашылық ұжымның атынан осындай мүмкіндік берген үшін Бейбіт Мырзабайұлына мың алғысымызды білдіргіміз келеді. Жолымыз түсіп, Шымкентке келіп жатсақ, міндетті түрде осы ағашқа су құйып тұрамыз. Уәде. Атадан мал қалғанша тал қалсын. Бұл түсірілім тобы үшін есте қаларлық тарихи сәт деуге болады. Ендігі бағыт Шымкент мемлекеттік зоологиялық саябағы. Жалпы аумағы 29 гектарды құрайтын хайуанаттар бағында 2500-ден артық жануар бар. Шымкент зообағы 1980 жылы ашылған. Бұл айтқанда, бұл жер ашылған кезде бұл жерде дала болған. Дала болғанда бұл жерде карьер болған. Дендірі саябақ мусорка болатын болса, бұл жер карьер болған, тас болған, дала болған. Енді ол кезде, ашылған кезде зообаққа СССР-ның әр жерінен 70 түрлі аңдар алып келінген. Әрине, енді жылдан жылға жануарлардың түрі мен саны өзгереді. Қазір бізде 268 түріміз бар. 2,5 мың өзіміздің жаңағыдай экспозициядағы жануарлар бар. Шымкент мемлекеттік зообағы 13 бөлімге бөлінген. Онда жалпы саны 138 қызметкер жұмыс істейді. Аталмыш мекеменің басты мақсаты табиғатта сирек кездесетін жануарларды сақтап қалумен қатар, ата-аналар мен балалардың және туристердің жайлы демалысын қамтамасыз ету болып табылады. Бақыт Мүтәліқызы, сіздің қызметіңізге, құзыретіңізге не кіреді? Менің қызметіме, мен бұл Шымкент мемлекеттік зообағында экскурсовод маманымын. Менің құзыретіме бұл жерге келген көрермендерге мен қызмет көрсетемін. Бізден жан-жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен бізде әсіресе ең көбі Алматы, Ақтөбеден, Тараз қаласынан келеді бізде. Әсіресе мамыр айы мен тамыз айына дейін өте көп оқушылар, мектеп оқушылар келеді. Зоопаркке кіру құны 1000 теңге. Одан бөлек ақылы сервистік қызмет түрлері де бар. Мынадай 4 дөңгелек арбамен серуендеп, қалаған жеріңізді аралауға болады. Бастысы естелік суретке түсіп, естен кетпес сәттерге куә боласыз. Біз тұрған орын Шымкент хайуанаттар бағының Африка аумағы деп аталады. Бұл жерде зебра, су сиыр және түйеқұс сынды 10-ға жуық жануардың түрі бар. Өзіңді шынымен Африкада жүргендей сезінесің. Керемет сезім, расымен керемет. Зообақта келушілерге арналған экскурсиялармен бірге түрлі лекциялар оқылады. Қызметкерлер өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, сізді қызықтырған жануар туралы толық ақпарат береді. Ал жыртқышаңдар туралы айтудың өз артық. Дұрысы, қасына барып өз көзіңізбен көргеніңіз абзал. Биылғы жылы біз Амур жолбарысынан, Жанат тәрізді иттен және Тянь-Шань қоңыр аюынан төле алдық. Және де 2018 жылы Пермь зообағынан қар барысымыз әкелінді. Жасы 3-те. Енді жыртқышаңдар бөлім болған екен, қауіпті бөлім болып есептелінеді. Сол себепті біздің жұмыскерлер сақтықпен жұмыс жасайды. Алдағы уақытта Шымкент мемлекеттік зоологиялық саябағы әкімшілігі жануарлардың түрін 1000-ға жеткізіп, туристер санын 1 миллион адамға толтыруды жоспарлап отыр. Тіпті тмд елдер арасындағы үздік зоо саябақ атануды көздейді. Біз де сәттілік тілеп, келесі кездескенше деп қош айтыстық. Орман аралаған үйші болар, қобыз сырлаған күйші болар, ел аралаған сыншы болар. Біз әр басқан қадамымыздан Шымкент қаласының даму бағытын айқын сезінудеміз. Дендра саябақ, хайуанаттар бағы соның дәлелі. Бұл Шырайлы шаһар бағдарламасы. Амандықта жолға.